Ассалаумағалейкум, тарихсүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз Хақназар хан жайлы болады. Яғни Хақназар хан қазақ хандығын 40 жыл билеген ханның бірі болып табылады, әрі жан-жақты дипломатиялық қарым-қатынастар орнатқан, жалпы өз заманындағы елеулі үлкен үлес қосқан, қазақтардың басын біріктіріп, әкесі Қасым хан өлген кезде кейінгі қазақ сұлтандары бір-бірімен таққа таласып, азаматтық соғыс тоқтатып, барша қазақтар жойылып кету шағында тұрған кезде Хақназар бар күшін салып біріктіріп, және де Ноғай ханның күйреп атқан кезінде бүкіл руларды қазақ хандығына қосқан үлкен тұлға болып табылады. Әңгімемді бастамас бұрын каналымды қолдап, лайк басып, жазылып, комментарий өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Жан-жаққа таратсаңыздар үлкен бір қолдау болады каналыма. Хақназар хан жайлы көптеген аңыздар бар, бірақ деректер аз, яғни тікелей жазбалар. Бірақ орыс князьдерінің хаттарында жалпы Хақназар хан жайлы жазбалардың көбісі орыстардың Мәскеуге өртенген кезде хаттар жойылып кетті. Әкесі сияқты Хақназар хан сыр бойындағы қалалар үшін көп шайқастар мен дала тартыста болды. Яғни сол кездердегі шайбанилермен де, Бұхар хандығы және Моғолстанмен әлсіреп күйреп атқан ноғайлармен, яғни Хақназардан бұрын Қасым ханнан кейін үлкен талас тартыс болады қазақ хандық тағы үшін. Әрі осыны пайдаланып Моғолстан мен Тянь-Шань қырғыздары соққы береді және шайбанилер бір уақытта сосын Ноғай ордасы да. Бірақ Хақназар таққа отырғаннан кейін Ноғай ордасы үлкен жұт болып, және кейінгі орыс князьдерінің шапқыншылығынан кейін өз бұрынғы күшіне келе алмай күйре бастайды. Үлкен жұт кезінде көптеген ру тайпалары жан-жаққа бытырап екіге бөлініп кетеді. Яғни батысқа орыс князьдігінің билігін мойындаса, қалғандар қазіргі Еділ мен Арал теңізіне дейін жерлерге қоныс аударады. Ғалымдардың ой пікірі бойынша осылай Қарақалпақ пен Ноғай болып екіге бөліну бастамасы деп айтады. Ал кей рулар Ноғай ордасынан шығып қазақ хандығына қосылады. Осылай Хақназар қазақтар мен бүкіл барша рулардың бастарын қосып үлкен күшке ие болады, және де бұрын айырылып қалған қазақ жерлерін әкесі кезінде кеңейткен үлкен ұлан-байтақ жерлерді қайтаруға кірісе бастайды. Басында Ноғай ордасында қазіргі Қазақстанның батыс өңірлерін қосады, кейін Моғолстанға шапқыншылық жасап, яғни оларды қолдаған қырғыздардың бәрі Хақназардың билігін мойындайды. Кейін солтүстікке қарай Көшім ханға жорық кезінде Көшім хан желіне бастап орыс князьдеріне көмек сұрауға мәжбүр болады, және де башқұрттарды да бағындырады. Әрі Еділ бойындағы қалалар мен Астрахан үшін үлкен шайқастар жүргізеді. Сол кездердегі орыстар князін қолдаған ноғайлар мен орыстар зембіріктер беріп аман алып қалады. Және 1554 жылы ойраттармен бірге үлкен шайқаста Хақназар жеңіске жетеді. Жалпы да орыс князьдері Хақназардың билігін мойындап, дипломатиялық арасында елшілік жіберіп келіссөзге келеді. Бірақ Хақназар орыс князьдерімен жақындаусызды дұрыс санамайды, өйткені оларды сол кездердегі ең үлкен қарсылас болуы мүмкін сезді. Яғни сол кездердегі Еділ Ноғай ордасы үшін және башқұрттар мен Еділ бойындағы қалалар үшін болашақта тартыс болатынына күмәні болмады. Кейін Хақназар өзінің назарын сыр бойындағы қалалар үшін дала тартысқа бет бұрады. Яғни сол кездердегі Ташкенттің билеушісі Бабажан сұлтанға қарсы және Бұхар ханы Абдулламен екеуі келіссөзге келіп, басында үлкен шайқаста Бабажан сұлтан жеңді. Бірақ Абдулла сұлтан уәдесінде тұрмай, шағын тек ауылдарды беріп Хақназарға келіссөз. Кейін бұл жағдайды ұтымды пайдаланған Бабажан сұлтан келіссөзге шақырады Хақназарды, яғни Абдуллаға қарсы. Бабажан сұлтан қазақ хандарын жіберген елшіліктерін жолда өлтіріп, бір болжамдар бойынша кейін Хақназардың хан сарайына шабуыл жасап өлтірді деген бар, бірақ жалпы нақты деректер жоқ. Хақназар хан 1580 жылдан кейін ешқандай деректерде кездеспейді. Жоғымен сол жылдары өлген деген болжам бар. Жалпы Хақназар хан қазақ тарихында аса рөл атқарады, өйткені азаматтық соғыстан кейін бүкіл барша қазақтарды басын біріктіріп, әкесі Қасымнан кейінгі үлкен территория қалған сол шекараға дейін қайтып қалпына келтіріп, және жан-жақты сыр бойындағы қалаларды толыққанды қазақ иелігіне көшіріп, Ташкент және Сауран басқа қалалардан өтетін керуендер салық төлейтін қылып бәрін мәжбүрледі, және көптеген руларды Ноғай ордасындағы
жан-жақтағы қазақ хандығының игілігіне қосқан адам. Жалпы Хақназар жайлы кітаптар зерттеулі болса, болашақта нұр үстіне нұр болар еді. Нақты деректер аз болғасын, ауыз әдебиет аңыздарына жүгінуге тура келеді. Толық тыңдағандарыңызға көп рахмет. Каналды қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, өздеріңіз білетін жағдайлар жайлы, Хақназар жайлы деректер білсеңіздер, және каналды қолдап, жан-жаққа таратып, өз пікір ойларыңызды жаза отырыңыздар ағайын. Толық тыңдағандарыңызға көп рахмет.